Сәлеметсіздер ме? Педагогикалық идеялар фестиваліне ұсынып отырған тақырыбым бастауыш сынып оқушыларының таным қабілеттерін дамытуға бағытталған жаттығулар. Жалпы оқытудың өзі баланың таным дербестігін, таным қызығушылығын дамытуды көздейтінін білеміз. Бұл жұмыста қысқа жаттығулар арқылы баланың таным қабілеттерін жан-жақты дамытуды көздейді. Аталған тақырыппен 2012 жылдан бастап айналысып келе жатырмын десем қателеспеймін. Әуелі теориялық түрде тақырыпты зерттеп, кейін 2015 жылдан бастап практикалық жұмыстарды жинақтап ұсына бастадым. 10 жылдан астам бұл тақырыпты зерттеуімнің өзі оның өзектілігін көрсетеді. Әсіресе бастауыш сынып мұғалімі, мектеп табалдырығын жаңа аттаған оқушыда көп жағдайда біз не байқаймыз? Баланың партаға отырғысы келмеуі, мәліметпен танысқысы келмеуі, сыныптастарына кедергі келтіруі, оқу құралдарымен ойнауы, әндету, көп жағдайды мысалы келтіруге болады. Бірақ осының астарда не барына үңілмейміз. Әрине, 1-2 ай бейімделу кезеңі болады, бала партаға үйренеді, бірақ ары қарай ол бала оқу материалын меңгеруге бейімделді ме, оқуға дайын ба деген сұрақ жөнінде ойлана бермейміз. Бұның өзі балада зейіннің төмендігі, зейін қоймағыштығы, зейін көлемінің аздығынан болып отыр осының барлығы. Сол себепті балада жаңағыдай мәселелер туындайды. Егер баланың зейінін және кейінгі басқа таным қабілеттерін дамытқан жағдайда біз оқушыны дамытып қана қоймаймыз, жоғарғы білім сапасына да қол жеткізе аламыз. Жаңа екі сөздің басын құрай алмайды қазіргі балалар деп айтып жатады. Немесе қаншама дайындықпен келеміз, бірақ бала қабылдамайды деп жатады. Осының барлық мәселелерді біз шеше аламыз. Мысалға ретінде мен суретке ұзақ қарау әдісін ұсынғым келіп отыр. Бұл 3-ші сыныпқа арналған, 1-2 сыныпта бұдан қарапайымдау түрін алуға болады. Бала суретке 1 минут алаңсыз, ештеңеге көңіл бөлмей, бар зейінімен қарайды. 1 минут уақыт береміз. 1 минуттан кейін бала қарап болғаннан кейін осы суретке қатысты балалардан бірнеше сұрақтар қойылады. Мысалы, өз сыныбымен осыны жүргізген жағдайда бір оқушы ғана барлық берілген 7 сұраққа дұрыс жауап берген. Кітаптың нешінші бет ашық тұрды дегенде, оған барлық оқушы дұрыс жауап берген. Шырша үйдің қай жағында өсіп тұр дегенде 10 дұрыс жауап, 6 қате жауап болған. Жалпы осы жұмысты қорытындылайтын болсақ, 70% дұрыс жауап бергенде 30%-ында әртүрлі сұрақтарға қателескен. 70% бір сұраққа дұрыс, екінші сұраққа қате жауап беруі мүмкін. Яғни әлі де сыныппен біз зейінді дамытуға қатысты жұмыстар жүргізуіміз керек деген сөз. Сол сияқты бастауыш сыныпта міндетті түрде білеміз, зерттеу сәті ұйымдастырылу керек, сабақтың құрылымына қарай. Сондай бір зерттеу сәті, мысалы, үй кілпі құлып жаттығуы. Бұл жаттығуда өзінің реттілігін сақтауды бала зейініне қояды және есте сақтауы дамиды осы жаттығу арқылы. Сондықтан мен бұл жаттығуға сергіде отырып дамыту деген ат қойдым. Жалпы сыныбымен күнделікті біз жиі орындайтын бір жаттығудың түрі like-walk жаттығуы. Мысалы, like-walk дейміз. Уақыт өте келе келесі сыныптарға көшкен кезде осы жаттығуды пай жайылып жүр, тай деп түрлендіріп күрделендіруге болады. Бала әрі зейін қойып өзінің қол қимылын назарда ұстайды және жалынпаш айту арқылы тілі дамиды деп айтуымызға болады. Енді бір сұрақ туындайды, менің ұсынған жаттығуым ұнамайтын жағдай болуы мүмкін. Ондай жағдайда мұғалім өз шеберлігімен оқулықтағы тапсырмаларды немесе өзі тағы да бір тапсырмалар құрастыруына болады. Бірақ ол тапсырмалар, ол жұмыстар жоғарыда айтып өткенімдей баланың таным қабілетін дамытуға бағытталу керек. Ол бір аса көп уақытты алмайды, көп бір ресурсты қажет етпейді. Мысалы, оқулықта жеміс бағында деген өлең бар. Өлеңді бала мұқият оқу керек. Мұғалім сыныптағы барлық оқушының өлең мазмұнымен толық танысқанын қадағалауы қажет. Оқып болғаннан кейін осы өлеңде қандай жеміс-жидектер кездесті, соның суретін салайықшы деп жылдам тапсырма бере қойсақ, мысалы, оқушылардың біразы барлық 4 жемісті салған. Енді 2 оқушы 3-еуін ғана салған. Қарап тұрсақ, жай бір қарапайым жұмыс түрі болғанымен, бұл да баланың жаңағы өлеңді зейін қойып тыңдауына, ары қарай ол бала
педагогикалық идеяны мен өте тиімді деп санаймын. Егер мұғалімдер, жаңа өзім әріптестерім дұрыс түсінген жағдайда баладағы қарапайым таным қабілеттерін бірте-бірте дамыту арқылы академиялық қабілетке қол жеткізеді деп мен нық сеніммен айта аламын. Жалпы мен осы педагогикалық идеяның негізгі жетекшісі ол зейінін дамыту. Өйткені Ушинский айтады, зейін барлық таным қабілетінің қақпасы тәрізді дейді. Қақпа арқылы біз зәулім сарайға кіретін болсақ, зейінді дамыту арқылы біз баланың ойлауын, сөйлеуін, есте сақтауын, қиялын дамыта аламыз. Бала зейін қойып тыңдаған жағдайда сол мәтінмен жұмыс жүргізе алады, сол мәтінге қатысты өз ойын білдіреді, пікірін білдіреді, сөйлейді, кейіпкерлердің өміріне енеді, қиялы дамиды. Әрбір бала біздің алдымызда отырған шырақ деп есептесек, сол шырақты жағып, оны ары қарай отын өшірмеу біздің әрқайсымыздың қолымызда. Яғни жаңағы сөзімді қайталайтын болсам, бірінші сыныптан табалдырықтан оқушыдан бастап таным қабілетін дамыту арқылы болашақта тұлға ретінде қалыптасқан кезде оның академиялық қабілетін дамыту қазірден басталатын, бүгіннен басталатын қаперімізде ұстап, жүйелі жұмыс жүргізейік. Осы мен өзімнің ойымды аяқтаймын. Назарларыңызға рахмет.